Сәлем оқушылар, бүгін сендермен көбейтіндіні дәрежеге шығару есептерін шығаратын боламыз, иә? Так, алып кеттік. Бірінші есепте не дейді бізде? Көбейтіндіні дәрежеге шығарыңдар дейді. Көбейтіндінің ішінде екі әріп берілген, иә? А және Б. Шақшаның сыртында 5 дәреже, демек осы екеуіне де тиісті болады деген сөз. Сонда біз жазамыз А-ның 5 дәрежесі, Б-ның 5 дәрежесі болады екен. Екіншісінде демек мына дәреже сыртындағы, жақша сыртындағы дәреже жақшаның ішіндегі әріптердің барлығына тең деген сөз. X-тің 4-і, Y-тің 4-і, Z-тің 4-і. Тек қана Z-ге емес, барлық әріпке тиісті деген сөз. Демек, мынаны жазамыз. 3-тің 4 дәрежесі, X-тің 4 дәрежесі. Енді мынада, қараңдар, минус 2-ның 6 дәрежесі көбейту m-ның 6 дәрежесі болады екен. Так, мынада минус 5-тің 3 дәрежесі көбейту y-тің 3 дәрежесі болады. Мынаның кейінгі бетінде берілгендер бар еді. Қазір екінші есептен содан шығара саламыз, иә? Шығара берейік. 4-тің кубы, n-ның кубы, k-ның кубы, иә? Так, одан кейінгісі минус 0,5-тің 4 дәрежесі бізге есептен беріп жатыр, демек тек жазып шығамыз. P-ның 4 дәрежесі, Q-дің 4 дәрежесі. Кейінгісі минус 0,2-ның кубы, S-ның кубы және D-ның кубы екен, иә? Так, кейінгі бетті ауыстырайын қазір. Мына бетте, иә? Біз 67-ні шығардық, енді 68 шығарамыз. Қараңдар. Дәрежеге шығаруды орындаңдар дейді. Тек орындайды екенбіз, бұда да жазып шығамыз оңай, иә? X-тің 4 дәрежесі, Y-тің 4 дәрежесі. Мынада m-ның кубы, n-ның кубы, k-ның кубы. Кейінгісінде минус n-ның кубы көбейту a-ның кубы, иә? Так, кейінгісінде астына жаза салайын, минус 3-тің кубы көбейту p-ның кубы көбейту q-дің кубы болады. Кейінгіде тең 10-ның квадраты, a-ның квадраты, v-ның квадраты болады екен, иә? Кейінгіде астына жазамыз минус 2-ның 4 дәрежесі, a-ның 4 дәрежесі, b-ның 4, x-тің 4-і, y-тің 4-і. Демек, мына жақша сыртындағы дәреже жақшаның ішіндегі әріптің барлығына тең деген сөз. Кейінгі минус 5-тің 4 дәрежесі, x-тің 4 дәрежесі, 5. Кейінгісі минус 3-тің кубы, p-ның кубы, x-тің кубы. Енді 69 астына есептейміз. Қараңдар. 69. Біріншісі 2 көбейту 5-тің 4 дәрежесін. Қараңдар. 2-ның 4 дәрежесі, 5-тің 4 дәрежесін табамыз. 2-ның 4 дәрежесі бізде 16 болады, 5-тің 4 дәрежесі бізде 25-ке 25-ті көбейтсеңдер 625 болады, иә? Мына жерге 625 шығамыз. Есептеңдер деген енді 625-ке көбейтесіңдер, сендер 16-ны деген сөз. Бұл жерде 10.000 шығады екен, иә? 10.000. Так, екіншісінде есептейміз 2 көбейту 3-тің кубы. 2-ның кубы, 3-тің кубы. Бұл деген сөз 2-ның кубы 2-ні 3 рет көбейт деген сөз. 8 болады. 3-ті 3 рет көбейтсем 27 болады. Енді 27-ге 8-ді көбейтетін болсам, 216 деген сан шығады екен. Үшіншісі, так, 2 көбейту 100-дің квадраты тең болады. 2-ның квадраты, 100-дің квадраты, иә? 2-ның квадраты 4 болады. 100-дікі 1-дің арқасына 4 0 жазам деген сөз. Сонда 40 000 болады екен, иә? Төртіншісінде не дейді бізде? Так, 7 көбейту 20-ның квадраты. Тең 7-ның квадраты и 20-ның квадраты. Так, 7-ның квадраты 49, 20-ның квадраты бізде 400 болады. Енді балдар 400-ді 49-ға көбейтемін деген сөз. Бізде шығады 19600. 19600 деген сан. Енді 70-те не дейді бізде? Дәрежеге шығарыңдар дейді, иә? Қараңдар, мұна 3-ке 3 көбейтіледі. Ұмытпаймыз, иә? Қоспайсыңдар, көбейтесіңдер. Сонда А-ның 9 дәрежесі болады. 3-ке 2 көбейтіледі. Б-ның 6 дәрежесі болады.
5-ке 2 көбейтіледі, x-тің 10 дәрежесі. 4-ке 4 көбейтіледі, 16 дәреже. 2-ке 5 көбейтіледі, 10 дәреже. 7-ке 2 көбейтіледі, 14 дәреже. 3-ке 4 көбейтіледі, 12 дәреже болады екен сының. 5-ке 6-ны көбейтсем, 30 дәреже болады. Түсінік қой, мына екеуі көбейтіледі деген сөз. Так, енді кейінгі есептерді шығарайық. Жетпіс бірде дәрежеге шығарыңдар дейді. Бұл да әр қайсына не болады? Тиісті болады. Мына біріншілерін жаңа жаза салайын, сияды екен. X-тің 5 дәрежесі, Y-тің 5 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде A-ның 5 дәрежесі. Кейінгісінде мына 2-ке 3 көбейтіледі. P-ның 6 дәрежесі, астында 3-ке 3 көбейтіледі. Q-дің 9 дәрежесі. 71-ді. Так, екіншісінен бастаймыз. Сразу теңін жазып кете берем, с-ның кубы, так, мына минус алдында тұра береді осыны. Так, А-ның кубы, Б-ның кубы болады. Үшіншісінде, қараңдар, мына 2-ке 4 көбейтіледі. X-тің 8-і, Y-тің 4-і. Мынада А-ның 4-і, Б-ның 4-і болады деген сөз. Төртіншісінде А-ның 7 дәрежесі, N-ның 7 дәрежесі, M-ның 7 дәрежесі болады. Так, 5-ті көрсетіп қойыппын, 6-ны көрсетейін. Так, минус Y-тің 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі. Жетіншісінде X-тің кубы, Y-тің кубы, так, B-ның кубы, S-ның кубы болады екен. 8-де мынаның алдына минус шығарамыз. Минус 2-ның 5 дәрежесі, А-ның 5 дәрежесі, Б-ның 5 дәрежесі, 3-тің 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі. Тек дәрежеге шығарыңдар деген бізде есептеңдер демеген. Көбейтіндіні дәреже түрінде келтіріңдер деген. Қараңдар. 72-дің астына көрсете салайын. Бос жай бар екен. Қараңдар, біреуін түсіндіріп өтем. А4, Y4. Көбейту. Көбейткен кезде не істейміз енді? Екеуінде де 4 дәрежені жақшаның сыртына шығар жібереміз. А Y-тің несі болсында 4 дәрежесі болады. Түсінікті ғой? Так, жазып шығамыз. Сонда BX-тің 6 дәрежесі болады деген сөз. Так, бұл оңайырақ. AX Y-тің кубы болады деген сөз. Минус N-ның 4 дәрежесі болады деген сөз. Қараңдар, 81 қандай санның 4 дәрежесі? 3-тің 4 дәрежесі, с-ның 4 дәрежесі. Демек, 3 с-ның 4 дәрежесі болады деген сөз. Мынау 0,6, ол 0,2-ның 4 дәрежесі, P-ның 4 дәрежесі. Демек, 0,2 P жақшаның сыртында 4 дәреже деген болады екен. Түсінікті ғой? Кейінгі есеп. 73-де негізі А болатындай дәреже түріне келтіріңдер дейді. Қараңдар. Мына жақша болған кезде көбейтіледі неде? 5-ке 2 көбейтіледі, 10 болады. Так, астына көрсете салайын. Так, 73. А-ның 10 дәрежесі көбейту А. Енді көбейткен кезде неде көрмей тұрған не бар? 1 бар. Демек, А 10 қосу 1 болады деген сөз. Көбейткен кезде дәрежелер не істейді? Қосылатын еді. Алдыңғы сабақта А-ның 11 дәрежесі. Демек, мына жерде так, А 3-ке 3-ті қоссам қанша болады? А 6 дәреже болады. Мында көрмей тұрған бар 1 қосу 2 қосу 3. А-ның 6 дәрежесі болады екен бұл да, қараңдар, шетінен көбейтеміз. 2-ке 3 6, 6-ға 4 24 болады. А-ның 24 дәрежесі. Қараңдар, мына екеуін бірінші қосып алып істесеңдер болады, немесе жеке сыртына көбейтіп алсаңдар да жазатын жоқ. Мысалға А4-ті А6. Сонда 6-ға 4 10 болады деген сөз. Немесе 2-ке 3-ті қоссаңдар 5, 5-ке 2-ні көбейтсеңдер 10 болады. Екеуінде де айырмашылық жоқ екен. Ал мына жерге көрсете салайын болса 5-ті. Так, қараңдар, жақшаның іші 2 қосу 3 болады, 5 болады. 5-ті 2-ге көбейтсеңдер бұл А-ның 10 дәрежесі болады деген сөз. 6-сын жазасылар, үлкен екен. А2 көбейту А12 көбейту А тең
2-ке 12-ні қосамыз, жаза салайық. Қосамыз, не жерде көрінбей тұрған не бар? 1 бар. 14 бізде аның 15 дәрежесі болады екен, бірді қоссақ. Енді кейінгі есепте тура осындай b негізде берілген, b-ның 6 дәрежесі болады, 2-ке 3-ті көбейтсем. Так, мынада бұда да b-ның 6 дәрежесі болады. Мына минус кетеді, немесе бүйтіп жазсаңдар болады. Бұл бәрібір оң санға айналады, себебі дәреже жұп. Мына жерде көрінбей тұрған 1 бар, 1-ге 7-ні қоссам, b-ның 8 дәрежесі болады. 3-ке 3-ті қоссам, b-ның 6 дәрежесі болады. 3-ке 4-ті көбейтсем, b-ның 12 дәрежесі болады. Тең 3-ке 3-ті көбейтсем, b-ның 9 дәрежесі болады екен. Қараңдар, 75-ті жазамыз, себебі ұзағырақ, бірінші есептеп аламыз, одан кейін ықшамдаймыз деген. Қараңдар, 2-ке 5-ті көбейтсем, x-тің 10 дәрежесі бөлу x-тің 3-ке 2-ні көбейтсеңдер 6. Енді бөлінген кезде дәрежелер не істелінеді? Азайтылады, сонда x-тің 4 дәрежесі шығады екен. Так, мынау 1. Екіншісі. x-тің 12 дәрежесі бөлеміз x-тің 10 дәрежесіне. x 12-ден 10-ды аласыңдар, x квадрат болады. Так, үшіншісі. Так, бірінші азайтып алсаңдар болады, немесе көбейтіп алсаңдар да болады, Так, бүйтеміз енді. Қараңдар, 2 жол бар да. Сендерге бірінші көбейтіп алсайыншы. x 15 бөлу x-тің 10-ы. Тең x-тің 15-нен азайтамыз 10-ды деген сөз. Сонда x-тің 5 дәрежесі болады. Так, кейінгісі, төртіншісінде қараңдар, мынау қорқынышты емес, бұл бөлшек. X-тің 4-ті бөлу x деп тұрды. Сонда куб. Мынаны жеке-жеке көбейтіп аласыңдар. X-тің 12 дәрежесі бөлінген x-тің кубы. 12-ден 3-ті аламын. 12 азайту 3 тең x-тің 9-ы, Мұнан бүйтіп шығарсаңдар да болады. Мына жерде 1 бар ғой. Бірінші x-тің 4-тен 1-ін аламын, 3 дәреже. Сонда x-тің кубы сыртта куб тең x-тің 9 дәрежесі. B тобының есебін келесі видеодан қарайтын боламыз.